мына ешкі екі аяқта тұр дейді ғой уже бүйтіп. Маған қарады да, сен мені ешкі деп тұрсың ба дегенде жоқ болып кеткен маған жерде. Қолы адам қолы емес дейді. Оның қолы андай жүн, иттің лапы бар ғой иттің. Сол сияқты жүн дейді. Короче, аны ұстаған кезде келіп маған сен одаренныйсың деп айтып бастады маған. Итті ұста, мысықты ұста, соның етін жей бер деп айтқан екен. Түншік көгеріп түк на месте өліп кеткен ғой. Құлағына сыбырлаған ғой жындар. Орал, либо балаңды өлтіремін деп айтқан ғой дәл қазір. Ояқ қарсам мына жерімде біреу жатыр. Үстіне аппақ бірден киіп алған, шашы ұзын бетіне жауып тастаған. Тез жүреді дейді еще. Келіп түртіп кетеді да сразу қашып кетеді. Ей дегенде бүйтіп тұрып қараса, 4 нәрсе адам тәріздес құйрықтары бар, короче, үстінің бәрі жүн. Біз кроваттың үстінде бүрісіп жатырық дейді. Қызымды бүйтіп жатырмын, оянбайды, олар жауып кірген есікті. Шықса есік ашық тұр, короче. Андай болады ғой, бүйтіп стенадан бүйтіп басын жағып қарап тұрады ғой. Диван жақтан қап-қара бір ұзын бірдеңе көтеріледі былай. Бас потолоктан бүйтіп барып бүйтіп маған қарап тұрады, короче. Өліп қалған адамның қолы сұп-сұр терістері түсіп қалған. Мама деп жата берген ғой. Мен дауысым қатты шығарып айқайлап, әлі жоқ менде вообще. Аппақ матаға оралған, басын бүйтіп ашып қойған, басын түйіп ұстаған. Менің тура братанның үстіне жатып алған, короче, бүйтіп. Аузы дәу енді ананша бүйтіп езуі мінерге дейін жетіп тұр ғой. Күліп тұр да маған жымиып деп тұр. If the monkey moves away from She's dead. She's dead. what apart? Her face? Everything. You ripped her apart? I think I'm gonna break. I think I'm gonna pass out. Nope, just breathe, okay? Let's see what happens. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгінгі әрине Еркін сөйле подкаст каналы. Білем, көптен бері күттіңіздер. Бүгін бізде қонақта Олжас бауырымыз, өзің таныстырып өтсең. Менің есімім Олжас болады. Мен деген музыкальный продюсермін, артистермен жұмыс жасаймын. Жаңағыдай битін, минусын жасап беремін. Всегда олар үстінен сөз жазып, өз өлеңдерін шығарады, получается. Біздің жұмысым сондай. Енді Олжас бауырымыз таныстырдық. Енді өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар, қазір біздің жанымызда біреу жетіспей тұр. Ағабек бауырымыз. Ол Ағабек бауырымыздың келмеген өзінің себебі бар, уважительная причина, яғни денсаулығы сыр беріп, денсаулық бойынша қазір подкастта қатыспай отыр. Бірақ келесі подкастта міндетті түрде біздің жанымызда отыратын болады. Сондықтан күтіңіздер. Қазір бізде сол үшін, яғни Ағабектің орнын толтыру үшін біз өте бір керемет оқиғалар дайындап келдік. Бұйырса қазір подкастымызды бастаймыз. Енді қазір барлықтарыңыз ойлап отқан шығарсыздар, ортада айналып тұрған сұмдық не деген сияқты, нені білдіреді? Енді бұл сұмдықтың ішінде, қораптың ішінде бізде көрермендеріміздің неше түрлі жазған оқиғалар бар. Ең үздік оқиғалар осы сұмдықтың ішінде, қораптың ішінде жатыр. Біз соны міндетті түрде подкасттың соңында финал, как десерт ретінде сіздерге былай оқып беретін боламыз. Бірақ енді кәдімгідей бүйтіп алып оқымаймыз. Ішінде типа жатыр. И экранға кәне монтажына былай шығатын болады ғой, есе что. Ал енді міндетті түрде біз әрине өзіміздің шығарылымда бірінші оқиғаны бізде кім айтады, біз айтпаймыз. Яғни біздің бірінші қонағымыз айтады, дұрыс па? Енді Олжас бауырымыз өзінің бір қорқынышты оқиғасын баяндап берсін. Тыңдайық. Так, бірінші мен оқиғам ол кішкентай кезімде болған, 3 жасымда. Ол кезде біз деген жаңа үйге көшіп барамыз, ата-анаммен полностью. Одан кейін сол үйде уже бір аптадай тұрамыз. Одан кейін уже бірдеңелер көріне бастайды. Түсініксіз, енді көлеңке дегендей жаңағыдай. Бір кездер біз деген ата-анам және мен ағам үшеуміз толықтау неде жатамыз. Главный спальняда полный бірге жатамыз. Олардың өз бірге жататын төсегі бар, тура жанында біз ағам екеуміздің төсек бар. И төбемізде тура терезе бар. Сол кезде мен бірінші рет бастырылдым өмірімде. Қалай болды дегенде, сол түнде уже мен оян кетем бірдеңкеден. Өзім білмей қалам ғой, бір түртема бірдеңке оятады мен. Ояқ қарсам мына жерімде біреу жатыр. Отыр, то есть. И бүйтіп қылқындырып алған мен. Ол кім деп қарасам, үстіне аппақ бірден киіп алған, шашы ұзын бетіне жауып тастаған. И тура мойынды қылқындырып отыр ғой, короче. Мен полностью. Сенің үстіңе кәдімгідей аяғын жіберіп отыр ғой. Иә, аяғын көрген жоқ, мына жерде отыр кәдімгідей салмақпен. И мойынды қысып қылқындырып отыр. Мен деген түн шығып уже талайын дегендей болған кезде мамам жүгіріп басып оятады ғой. И мен сол жерде жылап жүремін кішкентай кезімде. И типа сұраймын ғой, не болды бірде көрдің деп мамамнан сұрасам, мамам айтады, түсің деді да ұйықтатып тастайды ары қарай. Бірінші историям осындай. Кішкентай кезде ол кішігірім. Одан кейін екінші история, ол
кіммен айтайын, менің армиядағы бірге әскери қызмет атқарған палчаным бар, сол айтып берген бір оқиғасы бар. Ол короче кішкентай кезінде тоже сол 8-9 оқыған кезінде дос баласымен күнде үйіне бір-бірінің үйіне қонып жүрген кезде, жаңа дос баласы үйіне қонуға барған кезде менің палчаным дос баласы айтады екен, түнде қорықпа дейді екен, түнде біреу жүреді деген. Сонда ескертіп отыр ма дос баласы? Үйіне келген кезде, бірінші рет келген кезде ескертіп отыр да, қорықпа, түнде біреу жүреді, сен уайымдама, ұйықтай бер деген. Ал менің палчаным типа қызығып не істеген ғой, көрем түнде, обязательно көрем де ұйықтамай қойған. И залға жатқан ол, ал дос баласы өзі комнатасында жатқан кезде түнде бүйтіп қарап жатса, үйдің төбесі бар ғой, бұрыштан бірдеңке бүйтіп шығады да жерге түсеткен. Сондай. Комнатаның бұрышынан ба? Жоғарғы бұрышынан түсеткен былай қарай, төменге қарай. Анаған келіп түртіп ұрады екен, сондай бар. Каждый түн сондай. Каждый түн емес, сол бала қонған кезде сондай болған кәдімгідей. Анау баланың досы балаң айтады, келген кезде, қонақ келген кезде особенно болады дейді. Бір сөзбен айтқанда, домовой дейді ғой, солар шығар мүмкін. Домовой сияқты бірдеңе болып тұр ғой. Сонда андай былай үйге адам қонақ келеді, сонда бүйтіп жатқан кезде бұрыштан секіріп түсеткен жерге кәдімгідей. Еще анау үлкен де емес, кішкентай емес, бұл орташа бойлы дейді. И денесі андай түсініксіз бір түрлі дейді. Короче, адам сияқты қатты ұқсамайды дейді. Тез жүреді дейді еще. Келіп түртіп кетеді да, сразу қашып кетеді дейді. Ана дос балам соны көрген кезде сразу айғайлаған ғой. Дос баласының атын шақырып жаңағыдай. Сол кезде дос баласы кәдімгідей айтқан ғой, айттым ғой, қорықпай ұйықта деп сондай болған. Үйінде мамасы өзі әкесі тұрады, үшеуі ғана. Мен жеңгем үйленбей тұрып қой мен ағама. Үйінде тұрған кезде қонақ кесе всегда бір түрлі явление болады екен тоже. Қонақ кесе именно. Мамасы, короче, қонақ келген кезде жаңағыдай қонақ кесе үйіне мамасы өзінің төсегіне жатқызбайды екен ешкімді. Өйткені жаңағыдай төсегіме жатса, келесі күні мамасы қайтадан өз төсегіне жатады қонақ жоқ кезде. Сол кезде мамасын қақындырады екен обязательно. Типа мамасының төсегіне біреу жатып қояды, и мамасы қайтадан төсегіне жатқанда мамасын біреу қылқындырады. Иә. Қалай болды десе, жаңағыдай үйіне қонақ келген кезде мамасы сразу айтады екен ғой, мен төсегіме үй қонушы болмаңдар деп. Сол кезде бір жағдайда бір қонақ мамасының төсегіне жатқызсапты орын болмағаннан кейін. Содан кейін барып келесі күні өзі ұйықтайды мамасы, басқа қонақ жоқ кезде. Сол кезде жаңағыдай қылқындырады екен обязательно. Именно сол төсегіне жатса. Не қылқындырады оны? Жын деді ғой, домовой деді бір сөзбен. Сондай бірдеңе түсіне шығып қылқындырады тоже. Қылқындырады обязательно. Егер төсегіне біреу жатса, обязательно ашуланады дейді, короче, сондай. Үйіне жаңағыдай қонақ келеді, любой келеді, сол кезде сразу айтады екен ғой мамасы, ешкім жатпасын мен төсегіме. Бізден кешке қарай всегда мини-поляда мектептің жанында футбол ойнаймыз балалармен. Кеш батқаннан кейін бәрі қайтады, әркім өз қайтқысы келгендер ерте қайтады, біреулер кеш қайтады. Мен ерте қайтып кетемін. Сосын 3-4 бала қалады. Олар сосын соқта телефон қарап отырып, әңгіме айтып отырады менің дос балаларым. И бір кездері мен деген сол жаңағыдай 3 әріптелердің бәрін типа ізденген адамым ғой. Сол кезде маған айтады да, келесі күні мынандай болды деп. Сол кезде олар жаңағыдай футбол ойнап, сосын скамейкадан отырып, әңгіме айтып, уже қайтып баратса, біреу отқан екен скамейкада, екінші жағында. Аналар бүйтіп таныс біреу шығар деп жақындап барса, анау бір адам отқан, қолын берген ғой амандасуға. Қолын ұстаса, қолы адам қолы емес дейді. Оның қолы андай жүн, иттің лапы бар ғой иттің, сол сияқты жүн дейді. Короче, аны ұстаған кезде, тура аманда ұстаған кезде аналар айғайлап, қаш деп айғайлаған ғой. Сразу бәрі қашқан сразу. Қолын бергенде иттің қолы сияқты жүн. Бір түрлі жүн, иә. Адам қолына ұқсамайды дейді мүлдем. Түнде. Футбол ойнап уже балалар қайтатын кезде. Бұл не деп сұрайды ғой мен айттым енді обычный 3 әріптеден бұл. Көзге олар деген біріншіден адамды қорқыту үшін көлеңкі жаңағыдай көрсетеді. Одан қорықпаса адам звуктармен қорқытады. Ал одан да адам қорықпаса уже кәдімгідей кейіпке адамның кейпіне еніп, либо бір жануардың кейпіне еніп, обязательно 3-ші рет қорқытады. Сөйтеді олар. Сол кезде аналар соған ұшыраған ғой, получается. Соған тиген ғой келіп, короче. Өте опасно. Құрметті көрермендер, енді көшеде менің де мамам айтады ше негізі. Енді анасы мамам болсын, өмір жасы ұзақ болсын, айтады түнде сағат 1-12-лерде бір адам жоқ жерлерде жүрсең дейді да. Ешкім жоқ жерде, тыныш жерде кетіп баратып, бір адамдар қолын созып, танымайтын адам амандасса қолыңды берме дейді да, никогда. Қолыңды бересің болды дейді ғой, короче, сол жерде жынданып кетесің, теуіп кетеді, ұрып кетеді дейді, короче.
Сол үшін сақ болыңыздар, құрметті көрермендер. Әркімнің қолын ала бермеңіздер, амандасқан сайын. Бірінші түріне қарап танымайсыздар ма, танымаған адам сияқты өтіп